Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда әдеттегідей Жан сарайы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы әнші жігіт Аллаберген Жақсыбаев. Естеріңізде болса, 96 жылы Жас қанат байқауына қатысып жүлдегер атанған бұл жігітіміз 2002 жылы Азия дауысы халықаралық байқауында да лауреат атанған болатын. Сондықтан да қадірлі көрермендер, бүгінгі Жан сарайы бағдарламасында біз осы Аллабергеннің Жан сарайын ақтарамыз ғой деген ойдамыз. 96 жылдан бері үлкен республикалық сахнада көріндіңіз. Одан кейінгі өмір тек 2002 жылы ғана көрінді. Арадағы үлкен уақыт өнер адамына бір уақытты жоғалтқандай ғой. Қайда болдыңыз, не істедіңіз? Көрерменнен асқы кетіп қалатындай не себеп болып еді? Көрерменнен асқы кетіп қалдым деп мен өзімді ойламаймын да, бірақ сол 96-дан 2002 жылға дейінгі жылдардың бәрі осы шығармашылық ізденіс, мына республикалық теледидардан көріну тек қана өзіңе сондай жақсы жарнама екен, ол қолымды уақытынан кештермегендей сықылды. Сол теледидардағы жарнамалауларға жаным жоқ болмапты да, сол кездері жаным жақын болмапты. Сол кездерден мен өзімнің Ақтөбелік Наурыз эстрадалық тобымен бірге біздің Қазақстанның облыстарын, аудандарын, совхоздарына дейін, мектеп балаларының алдына дейін осылай өнер көрсетіп жүрген жағдайымыз болды. Менің шығармашылығым ешқашанда тоқтаған емес, Алла жазса тоқтамайды да деп ойлаймын. Сол жылдардың нәтижесі болар деймін. Осы қазіргі заманда менің ән қоржынымда бір 40-тан астам, 50-ге жақын әндер сол кезден жиналып қалған әндер болды. Ал енді 2002 жылы халықаралық байқауға, Азия дауысына тағы да келдіңіз, жарқырап жұлдыздардай. Бұл байқауға үлкен жаңағы танымал әндердің байқауы дейміз ғой. Қатысуға не себепші болды, кім итермеледі? Тағы да бір көрініп қалу керек болды ма? Ол біріншіден ол көрініп қалу міндет мақсатта емес шығар. Екіншіден болса, әрбір әнші, әрбір өзінің шығармашылығын құрметтейтін әнші, өзінің бір бағымды сынап көрейін, толпараттай бір бәйгеге түсіп, сол бәйгеден қалай қайтады екенмін деген сияқты бір ой әркімде ақ болатын сықылды. Құласаңнардан қыла дейді ғой. Құласаңнардан қыла деп, сосын сондай бір ойлармен болған нәрсе негізі. Бірақ оған мен ешқашанда өкінген емеспін. Жалғыз Қазақстан емес, шет елдерден келген әншілердің аузынан естігенмін осы Азия дауысына деген олардың ынтызарлығы, құштарлығы қатысуға деген көп екендігін. Сондықтан сол әншілердің бірі болып, бағымды сынап, сол ән бәйгесіне қатысып, одан әрине жүлде алып отырған кезімде мен өзімді бір үлкен іс атқарғандай болдым деп ойладым. Жанымның көктемі алысқа әкетті тағдырдың өткелі. Таным боп атпадың, іздеген таппадым, қолымнан келгені ақыңдың жаттадым. Қайдасың аяулым, қайдасың жалғанда өтеді баяу күн. Қайдасың аяулым, қайдасың аяулым, шекерім шақырсаң, еместен жаяумен. Күн болдым өзгеге, нұрсеттім өзгеге, жазылған үкімге айтшы кім төзбеген. Есімде өзгенен қиялдап көздеген, қалмады іздерім өзіңмен кезбеген. Қайдасың аяулым,
байқауларға барған кезде әрине бақ шаба ма бап шаба ма деп жатады. Ол халықтың алдына көрсету үшін, жарқырап жұлдыз болып туу үшін да оған үлкен еңбек керек. Әрине. Ал енді ол жерде түгелдей өзіңізді көрсете алмағанмен да халықтың алдында көрсететін тағы да өнердің басқа иірімдері бар. Ән таңдау жағынан мен айтайын деген. Көбіне бізде әншілеріміз байқауға лайықталған әндер айтады да халықтың тыңдарманынан кішкене қағыстау қалып қалады. Осы жағы ойландырды ма? Ойландырды. Өйткені себебі менде осы шығармашылығымның басында менің әндерімнің көбі солай болды. Мен сізге бір әңгімемде айтып күлдіргенмін. Бір жақсы көретін бір үлкен ағамыз, ғылым докторы, сол кісінің айтқанынан кейін ақ мен ойладым, ол кісінің өзі осылай ойлайтын болса, қалған халықтың да талғамына осындай әндер керек болар ау шамасы деп. Өйткені маған айтады, сен ана ән байқауында андай бір қиын әндер айттың ау қалқам. Неге сен осы ана бір айтатын әндерің бар еді ғой, атыңнан айналайын аға деген, немесе анау мама 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 өмірім сен ғана, соларды неге айтпадың сол ән байқауында дейді. Содан кейін ақ мен ойладым, біздің мына әр ән бәйгесіне барып, қаражаттанып, шығынданып жүрген кезіміздегі айтылатын сол әндеріміз тек конкурс байқауының деңгейіне ғана керек екен да, ал қарапайым халық үшін ән репертуарын өзгеше жасау керегін сол кезде мен түсінгендей болдым. Қазір сол ізденіс үстіндемін. Енді тағы бір айтатын нәрсе, осы әншілер көбіне көп байқауға қатысқан кезде жаңағы еске түсіретін нәрсе, байқаулардың талғамы, талабы, шарттары мүлдем басқа, қарапайым халықтікі басқа дейміз. Негізінен дауысында неғұрлым өктем көрсететін, созып көрсететін әндерге талаптанамыз ғой. Әндерді байқауға іріктеуге кім көмектесті? Қандай композиторлармен сол байқау үшін жұмыс істедіңіз? Енді осы ән байқауына қатысар кезде, Азия дауыс ән байқауына қатысар кезде, маған жарты жыл бұрын осы сөз салғанда ағамыз Бейбіт Оралұлы болды. Қазақстанға, одан қалды мына ТМД елдеріне аты танымал болған бұл жырға әнмен. Сол Бейбіт ағамыздың менімен дайындығының арқасында да деп ойлаймын. Мен ол кісімен дайындалғаннан бері, мен бірін айтып біріне кетіп отырсам, сол кісімен дайындалғаннан бері мен өзімнің әншілік басқаша бір қырымнан танығандай болдым да. Ол кісінің дайындық жұмысын жақсы жасайды. Әншінің бар дауысын әрі қарай қазіргі эстрада мәнеріне қарай салып, солай қарай тәрбиелеу жағынан ол кісіден асқан ұстаз жоқ деп ойлаймын. Сондықтан сол Бейбіт Оралұлы ағамыз сол кездегі менің ән байқауына дайындаған менің сазгерім сол кісі болды. Сіз өзіңізді жарнамалау үшін не істеп жатырсыз? Сол жағы өте қиындау болып отырған жағдай бар. Қынжыламыз сол жағынан, әрине. Әр телеканалдарына жарнамалану үшін, әр түсірген ән бейне клипіңді көрсету үшін қаражат және қаражат. Сондықтан да сол енді әзірге мына Қазақстан қалып енді Қытайға шыққандай жағдайымыз бар. Ол жақта енді жарнама жақсы жүріп жатырғанға ұқсайды. Ол жақта сіздің демеушілеріңіз бар ма тұрақты? Демеушілерім тұрақты жоқ та, бірақ өнерімді көріп, осындай көңілдеріне қонып менің әндерім, сол әндер жинақтарыңызды бізге жазып берсеңіз деген жігіттер болды да, сол жігіттер қазір сол мені жарнамалау үстінде көрінеді. Тағы бір қуантатыны, сізде клиптегі дүние бар, бірлі жарым болса да. Бірлі жарым. Көрерменге көзайым болатын, Аллаберген Жақсыбаев деген әнші жігіт осы дейтін тек қана бейне клип. Қаншалықты екен, енді жаңа өнер табалдырған аттаған дейікші, өрге қарай көтерілген өнер иесіне бұл енді клип жасау, жалпы өз-өзіңді жақсы жағынан көрсете білудің қиындықтары бар ғой. Сіз клип жағынан қамқорлыққа бөлендіңіз бе, әлде өз қаражатыңыздан шығардыңыз ба? Өз қаражатыммен шығардым. Қымбат қатысты ба? Енді кімге қалай көрінеді, ол бір кісі үшін теңіздің тамшысындай олар, мен үшін бір үлкен Қапшағай көлінен артық болған жоқ. Ал енді жігіттерге демеуші табыла ма екен өзі?
табылады ғой. Менің негізі жақсы демеушілерім болды, бар да. Бірақ енді әрдайым жылап емшек сұраған баладай болмайын, сол кісілердің жанынан табыламын. Небір жақсы мерекелері болсын, басқа уақыттарда болсын, әшейін кеп демалып қайтайық дейтін де бір жағдайлар болады. Бірақ енді тағы осы жарыққа шыққалы тұрған бір 2-3 әннің бейне клипін түсіруге сол кісілер көмектескісі келіп отырған жағдай бар сияқты. Бәрекелді. Алыс болды-ау аңсаған арман, тәтті емес пе қиялда балда, бірге жүру екеумізге жазбаған жаннан, көрген түсте өтті ме алдан. Хош бол енді махаббаттан, балауса балғын менің арманым. Хош бол енді махаббаттан, қызығым ау таңдарым. Хош бол енді махаббаттан, ағаштай жапырақтан айрылған. Хош бол енді махаббаттан, жүрегіме дақ салған. Жүрек отты кеудеңде жанған, сүйім деген сөзіңде жалған. Енді мені мазалама, қинама жаннан, алыс арман көтеді алдан. Хош бол енді махаббаттан, балауса балғын менің арманым. Хош бол енді махаббаттан, қызығым ол таңдарым. Хош бол енді махаббаттан, ағаштай жапырақтан айрылған. Хош бол енді махаббаттан, жүрегіме дақ салған. Хош бол енді махаббаттан, балауса балғын менің арманым. Хош бол енді махаббаттан, қызығым ол таңдарым. Хош бол енді махаббаттан, ағаштай жапырақтан айрылған. Хош бол енді махаббаттан, жүрегіме дақ салған. Не себепті клипке елге танымал адамдар тарттыңыз? Оның себебі мынау деп мен айта алмаймын. Өткен себебі ол кісілер менің достарым болатын. Сондықтан менің жаңағы әніме осындай сюжет қандай ойластыруға болады деген сияқты сөздер жүріп отырған кезде өздерінің қол ұшын берген, көмегін тигізгені деп ойлаймын. Халыққа нақ түсінікті болатын тұғындай сюжет болған жоқ. Мен әрине болғанын қалап едім, ол жаңа қаражатқа да тоқталды әңгіме. Сондықтан ол жерде енді мен айта алмаймын ғой. Болар іс болды, өткенге ешқандай өкінуге де болмайды. Өткенді ешқандай тәркілегім келмей отыр ау. Сюжетке толы, небір актерларды соған қатыстырсам, бутафория жағынан өте бай болса екен, мазмұны халыққа бір қарағаннан түсінікті болса екен деген сияқтыны әр әншінің көкейінде жүреді ау.
тағы да сол қаражатқа байланысты болады ғой. Жыламаған балаға емшек бермейді дейді. Екінші жағынан әрине көп жылай бергенде адамдарды кейде мезетеді. Әрине. Оған қосыласыз. Ал енді біздің көп өнер адамдарымыз айтады, қазір Құдайға шүкір жаман емес, тойға барсақ та тиын тауып жатырмыз дейді. Сіз қалай қарайсыз бұған? Бұл да енді кәсіптің жан-жақтылығы ғой. Өте жақсы қараймын. Материалдық жағдайыңызды осы тоймен түзеуге бола ма өзі? Міндетті түрде тойдан түземек түгіл, сол тоймен бүкіл жағдайларын жасап асып кетуге де болады. Ал енді жаңағы ол сұрағыңыздың арғы жағында сол тойға өзің барасың ба деген сияқты бір сұрақта келе жатырған сияқты. Алақайлап тұрып барамыз бәріміз де, шақырғанға барамыз, шақырмаса қаламыз демекші. Той иелері өкпелетпейтін шығар? Өкпелетпейді ғой, өкпелетпеуге тырысады, көңілінен шығып отырса ол ешқашан. Біздің халқымыз өте қонақжай, дархан халық қой, сондықтан да өнеріңе әрдайым риза болып жатады, ақ батасын беріп жатады. Мен бір осы сөйлескенімізде айтқанымда бір батаға да барып қалып жатамыз кейде деп. Өнердің өзінің қиындығы бар, қызығы бар екен, жаңа қаржымен де халықпен жүздесіп жүргенде де көрдіңіз. Әрине. Білдіңіз. Жалпы сіздің осы өнеріңізді екшелеп, түгендеп, жинап, бір толыққанды қылып көрсететін уақыт жетті ма сізде? Енді жаспын деп айтуға болмайтын шығар? Әрине. 15 жастың өзі 13-те отау иесі деген, оның қасында 25 жасқа келіп отырмыз. Асып отырмыз сол жастан бәрі болғаны. Ал енді сіз сияқты 13 жасар қыздың алдында отырған кезде біздер деген мына өзімізді әлі баламыз деп айтпаймыз да, Алла жазса, мен тағы да қайталанып кетейін. Биылғы осы қазан айына дейін менің ән жинағым шығып үлгерсе жарыққа, халыққа тарап үлгерсе, ол таратудың өзі үлкен бір мәселе. Содан кейін келесі жылдың басынан бастап осы оңтүстік Астананың үлкен сарайының бірінде есеп беруге жиналып, дайындалып, талаптанып жатырған жағдай бар. Енді оны біздің әншілеріміз көбіне жаңағы дөңгеленген датаны айтқан жақсы көреміз, егер құпия болмаса. Ешқандай датаға бұл сәйкес келіп отырған жоқ. Менің жыл сайын Ақтөбе, Атырау қалаларында менің шығармашылық ән кештерім өту кейінгі уақытта дағдыға айналды. Жыл сайын. Соны енді мен бері қарай шеңберімді кеңейтіп келе жатырған жағдайым бар. Қызылорда қаласында, Түркістан қалаларында, одан бері Шымкенттің шаһарының жаңағы төрінде халқым осы өнеріме тәнті етсем деген сияқты соның бәрі осы үлкен жоспарларымның біріне жатады. Клиптеріңіз кейде орыс тілінде де түсіп жатады. Сіз Қазақстан халқының енді біраз көп ұлттылығын ескергенсіз, осы жағынан не айтасыз? Міне дәл өзіңіздің сұрағыңызға өзіңіз жауап бергендей болдыңыз. Көп ұлттылығын ескергендей болдым, біріншіден. Екіншіден, ол клип 98 жылы жазылған болатын тұғын. 98 жылы жазылды да, сол кезде осы әнді жазған автор Эдуард Гломов дейтін жігіт, сол жігітке мен айтқам, әнді қазақша текстпен шығарайықшы деп. Сол кезде ол былай ойланды, былай толғанды, содан кейін айтады, мына әуеніне қарап ән орыс әні екені білініп тұрып, қазақша текст жазып, оны бір қорытпақ қылып қоймай-ақ қояқшы деп. Бір жағынан сол сазгердің көңіліне қарадым ба, бір жағынан біздің орыс тілді халықтарымызды тыңдасын дедім ба, сондай бір оймен шығып қалған.